Сәлеметсіздер ме? Әсел Үмбет каналына қош келдіңіздер. Бүгін біздің тым бөлек подкастымыздың келесі керемет шығарылымы. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Біздің январьда болған подкастымызда Гүлмира ханым сіздерге өзінің атынан керемет бір сыйлық дайындап қойған еді. Сол сыйлықты бізде Камила Гюнеш атты керемет пікірдің иесі алайын деп тұр. Сондықтан да Камила Гюнеш, егер бізді көріп отырсаңыздар, бізге инстаграмға немесе Гүлмира ханымға жазып өзіңіздің сыйлығыңызды алсаңыз болады. Бүгін біздің подкастымыздың керемет қонағы Нұртаң Әділханұлы, 8 жылдық тәжірибесі бар ағылшын тілі мұғалімі, аға оқытушы және PhD. Саламатсыздар ма? Hello. Көргеніме қуаныштымын. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жағдайым жақсы, мен де көргеніме қуаныштымын. Прям толық кеттік қой, бір-бірімізді көріп, ана жерде сөйлей алмай. Бір-бірімізге. Қалайсыз, жағдайыңыз қалай? Жұмыстарыңыз жақсы өтіп жатыр ма? Жағдайым жалпы жақсы. Жұмысым университетте. Кәдімгі өзімнің үйреніп қалған жұмысым. Жұмысым ауыр болса да, сол жұмысым жақсы көрем. Сол сабағымнан шықтым, сразу келдім. Вау, керемет. Прям өзінің мамандығын сүйетін өте жақсы маман, керемет маман деп айтсам болады. Енді сізге сұрағым бар. Негізі сіз ағылшын тілі маманысыз. Негізі қалай келдіңіз бұл мамандыққа? Не сізге түрткі болды? Ол кішкентай кезіңізден бір армандадыңыз ба? Мен мұғалім боламын деп қалай келдіңіз? Жалпы негізі менде мектеп оқып жүрген кезде ағылшын тіліне мүлдем қызығушылық болмаған. 9 класс оқып жүргенде мамам мен папам келді. Сен бір навыкты, скиллсты игеру керексің деді. Оның алдында мені көп үйірмелерге берген, бірақ менде ешқандай результат шықпады. Содан кейін 2008 жылы қараша айында, білем, мені мамам мен папам екеуі жетектеп апарып курсқа жазды. Ағылшын тілі курсы. Ағылшын тілі курсына жазды. И сол кезде мен бір жарым жылдай оқыдым. Интермедиат деңгейін аяқтай алмадым. И менде бір определенный база болды. И қызығушылығым пайда бола бастады. Фильмдерді түсінбеймін әлі күнге дейін. Музыкаларды жартылай түсінем, бірақ грамматиканы шашам. О кезде менде бір жарым жыл үзбей оққаннан кейін бір fluency болды. Қарапайым темаларда, қарапайым сөздермен мен яғни ешқандай тоқтаусыз сөйлей алатын едім. Вау, күшті. Сондай. Солай болды. Ол қаншасыншы класста? Ол 9-10 класстарда. Вау, керемет қой. Супер. Сондай. Значит, кішкентай кезіңізден сол бір желание пайда болған ғой, ағылшын тіліне деген махаббатыңыз пайда болған, скорее всего. Махаббат, яғни көп нәрсені игеріп бастағанда, түсініп бастағанда, сол кезде қызығушылығым пайда болды менде. Сондай. Түсінікті. Ал енді, білмеймін, сіздердің кездеріңізде енді болды ма, болмады, біздің кезімізде болды. Енді ол мамандыққа қалай келдіңіз? Мысалға, қалай таңдадыңыз? Мен сол уже мұғалім боламын деп. Мысалға, мен өз басымда айтатын болсам, мен ешқашанда мұғалім боламын деп ойламағам. Мен деген жаңағы дәрігер болып, адамдарды емдеп, өмірлерін сақтап қалам деген, сондай менде всегда бір ой болған. Мұғалім болу деген, именно ағылшын тілінің мұғалімі болу деген ешқандай менде ешқашан ой болған емес. Сізде қалай? Менде де ешқашан ой болған жоқ. Мұғалім болам, ағылшын тілі мұғалім болам деген ой ешқашан болмаған. Бірақ мен НТ-ге дайындалып жүрген кезде папам мен мамам айтты, сен дәрігер болу керексің деді, сен биологияны оқы деді. Мен биологияны 3 айдай оқыдым, бірақ биологияны түсіне алмадым. Сосын ол кезде маған жеңіл болғаны ағылшын тілі болды. Сосын мен айттым, мен ағылшын тілін оқығым келеді, мен биологияны түсінбеймін, мен мұғалім боламын. Мен оқып жүргенде ол кезде 2 мамандық бар тұғын, крутой. Ол халықаралық қатынастар, сосын халықаралық құқық деген мамандық. Сол 2 мамандыққа барлығы түскісі келеді, неге екенін білмеймін. Бірақ мен айттым, мен ол екеуіне түспеймін дедім. Мен екші тіл деген мамандықта оқығым келеді. Мен Алматыдағы Инязға, Абылайханға түсем дедім. Сондай. Сосын олар маған қарсы шыққан жоқ, жарайды деді. Сонымен НТ-ға дайындалдым, балымды алдым, бірақ Алматыға барғанда Инязға бардық. Сосын папам звондады, Казгуге барып көрші деп. 2010 жыл Казгуде ол кезде жаңа корпустар салынған, әдемі Тимирязев көшесінде. Мен Казгудың сол корпустарына алданып, Казгуде қалып қойдым. Сол жақта оқуымды бастадым.
Қалай? Енді ол Казгюға түскеннен кейін Казгу Әл Фараби атында Қазақ ұлттық университеті. Әл Фараби атында Қазақ ұлттық университетіне түскеннен кейін сізде қалай реальность ожидание деген болған жоқ па? Негізі сіздің студенттік өміріңіз қалай өтті? Менің студенттік өмірім қалай айтсам екен, мен айта алмаймын өте керемет оқыдым деп айта алмаймын, бірақ басында менде қатты қызығушылық болды да, бірақ орта жолда менде сәл-сәл басқа салаларды да көріп, выставкаларда жұмыс істеп, яғни переводчик болып жұмыс істеген кездерім болды. Сондай. Ал жалпы алғанда бір базалық білімді алдым оқыған жерімнен, яғни базалық сол low intermediate деңгейінде университетті бакалаврды бітірдім. Негізі кейін бітіріп шыққаннан кейін бір сізде сондай бір сезім болған жоқ па? Бір пустота. Не болды мынау, не бітіріп шықтым, енді кім болам? Мысалға мен өзім универді бітіргеннен кейін, қызыл дипломды қолға алғаннан кейін, бітіріп шыққаннан кейін бір менде сондай бір сондай бір пустота пайда болды ішімде. Не істеймін, ары қарай не істеймін, міне қызыл диплом, ары қарай не істеймін деген сияқты бір сондай ойлар пайда болды да. Әлі менің білімім толық емес қой деген сияқты бір ойлар пайда болды. Сізде сондай ойлар болған жоқ па? Мен бакалаврды бітіргенде мен группаластарым барлығы магистратураға тапсырды. Ол жылдары магистратура грант көп бөлінді. Сосын барлығы тапсырды. Сөйтіп мен айттым, мен Шымкентке кетсем, мен мұғалім болғым келеді, мектепте дедім. Сөйтіп Шымкентке келдім. Сөйтіп мен мамам да, папам да мектепте мұғалім болған, ардагер ұстаздар. Сосын олар айтты, мектепте не істейсің? Сен универде жұмыс істеу керексің. Сен бізден бір шаг, бір стейдж жоғары болу керексің деді. Сосын мен Алматыға қайттан келдім. Өзім тестіне дайындалдым. Бірақ мен магистратурада ағылшын тіліне түскен жоқ. Мен педагогика психологияға түстім. Сол мамандыққа түстім. 2 жыл білімімді алдым. Сол пустота болғанда менде магистратураны бітіргеннен кейін Алматыда жалпы қалғым келген жоқ. Маған Алматы қала ретінде ұнамайды. Енді алматылықтар ренжіп қалмасын, бірақ енді жоқ, табиғаты барлығы әдемі, бірақ қаланың өзі ұнамайтын шығар. Convenience, confidence сезіне алмаймын ол қалада. Маған өзімнің Шымкентім, яғни өзім туған жерімде менде экстра confidence пайда болды. Сондықтан мен Шымкентте келдім. Көп уақыт бойы мен жұмыс таба алмай жүрдім. Вот сол кезде ой болған жоқ па? Жаңағы мамандығымды ауыстырып жіберейінші, мен мүмкін мұғалімдікті дұрыс емес таңдаған шығармын деген сияқты ой болмады ма сізде? Мен негізі екінші мамандығым бойынша жұмыс істегім келді басында. Яғни педагог психолог болып университетте жұмыс істеймін деп ойладым, бірақ мен ол мамандық бойынша жұмыс таба алмадым. Сосын маған айтты, сен базалық білімің ағылшын тілі, неге ағылшын тілінен бермейсің деді. Сосын мен ойландым да, бір 2 ай жұмысы жүргеннен кейін менде кәдімгідей, ол кезде жасым 22-де. Жаспын десеңші. Өте жаспын, өте inexperienced. Ешқандай опытым жоқ, өмірлік опытым жоқ, тәжірибелік teaching ешқандай опыт жоқ. Жай ғана ұрып тұрған мотивация, мен істей аламын деген бір gut feeling бар. Сол ғана бар. Сонымен жұмысқа қабылдандым. Университетте low intermediate деңгейімен ағылшын тілін беріп бастадым. Бәрімізде сондай сияқты. Мысалға мен де солай Астанадан бітіріп келген кезде жаңағы диплом, қызыл диплом ойладым, бірақ енді мен негізі мұғалім болмаймын, универге де мектепте де жұмыс істегім келмейді, негізі переводчик болып жұмыс істегім келді. Сөйтіп біз 2 жақтан жұмыс күтіп отырдық. Переводчик жаңағы Қызылордадан жаңағы мына жердегі универге де барып мен өтіріктен тапсыра саламын ғой. Сөйтіп случайно ана жерде менің жаңағы дипломымды көріп, жаңағы сөйлесіп көргеннен кейін мені көреді, біздің жаңа Гүлнар Карбозова Гүлнар апайым сразу көреді да, болды, сен бізде жұмыс істеу керексің деп ұстап қалады. Мен әлі күтіп отырмын, жоқ, сіз қаласыз деп сразу өте документтерімді үйтіп әйтеуір сол жерде қалдырады ғой. Сөйтіп случайно мен сөйтіп универде мұғалім болып кеткем тоже. Ондай жағдай болған. Сол негізі бітірген кезде мен ойлағам ғой, уже негізі басында бакалаврға оқуға түскен кезде біз ойладық, все, бұдан былай оқудың қажеті жоқ. Біз осы 4 жыл бойы барлық білімімізді аламыз да, бұдан кейін мүлдем оқу деген главаны жауып қоямыз деп ойлағанмын ғой. Бірақ негізі білім алудың барлығы
университетті білім ордасын бітіргеннен кейін ғана басталады екен, оказывается. И ол тоқтамайтын процесс екен. Lifelong learning деген сол нәрсе. Сол кезде бірақ жаңағы түсіндік, то что бұл нәрсе, особенно біз егер мұғалім болсақ, мұғалім болғаннан кейін де біз үнемі дамып отыратынымызды сол кезде түсіндім. То что бізге берген нәрсе ол теория, практика көп нәрсе оқытылмаған, сондықтан да барлығын жаңағы пришлось өзіміз үйреніп, практикалық түрде барлығын жаңағы тәжірибе жинауға тура келді негізі. Толықтай келісеміз. Енді сіз магистратураны бітіріпсіз, негізі магистратураны бітіргенсіз, одан кейін енді сізде ары қарай состояние қалай болды? Мысалға, что-то маған әлі жетіспей жатыр деп сіз жаңағы IELTS тапсырып докторантураға түскенсіз, бірақ IELTS туралы айтайық сол жерде. Негізі IELTS-ты қалай дайындалдыңыз? Қалай вообще ой келді сізге докторантураға түсем деген? Сол өзіңізді ізденістен келді ма, или өзіңізге деген жаңағы қанағаттанбағандықтан ба, неден келді ол ой? Мен докторантураға түспес бұрын 3 жыл университетте жұмыс істедім. И мен жаңа бір белестерді бағындырғым келді. Сосын бір докторантураға түскім келді. Неге екенін білмеймін, бір армандайтынмын. Мен магистр оқытушы болып қалып қоймауым керек. Мен тілімді дамытуым керек. Мен күшті мұғалім болуым керек. Мен докторантураға түсуім керек деп ойладым. Сосын жайлап IELTS туралы видеоларды көріп бастадым. Өзіңіз дайындалдыңыз ғой, иә? Өзім дайындалдым. YouTube'дан қарадым, түсінбесем де, түсінсем де, әйтеуір бір жарым жылдай мен көп қарап жүрдім, листингге дайындалдым, солай бір күні тапсыру керек болды. Сонымен бір 10 күн ішінде IELTS-ты тапсырдым. Сіз де Ахметтің қатарынан екенсіз ғой, 10 күнде IELTS тапсырып, армандаған балыңды алып докторантураға түс деген реклама кетті ғой жерде. Мен жалпы 7 күн дайындалдым. Соңғы 3 күнде менде уже информацияны қабылдайтын миым жұмыс істемей қалды. Жарылып кетті ғана информация. Миым жарылып кетті, солай жарылды. Сонымен докторантурама түстім, оқуымды бастадым. Солай болды. Солай келдіңіз. Окей, енді докторантура енді бөлек дүние, негізі. Докторантураға оқуға келдіңіз, түстіңіз, қалай болды? Енді ол жерде негізі өзіңіздің жаңағы түскеннен кейін қандай сезімдер болды? Түскеннен кейін мен бірінші университетке барып, кафедраға барған кезде сразу түсіндім, то что өте жаңа орта, өте үлкен талап. Ух ты. И басында мен өте қорқыныш болатын. Мен соны істей алам ба, орындай алам ба, сұрақтарым өте көп болатын. Өзімнің ішкі қорқыныштарым көп болатын. Қалай жеңдіңіз сол қорқынышсыз? Қорқып тұрсыз, бірақ сонда да түсіп тұрсыз. Қалай? Мен о кезде жасым 26-да, мен о кезде мен істей алмаймын деген сөзді айта алмайтынмын ешкімге. Маған біреу бір нәрсе айтады, мынаны істей аласыз, деп айтамын да. Күшті. Деп айтамын, и мен 1 ай, 2 ай соны түсінгенше қиналып, соны іздеп жүремін. Мен солай, менде өзім ол кездері менде солай болды. Яғни білмеймін деп айтқым келмейді, айта алмаймын, мен істеймін. Ұяласыз ба сонда? Білмеймін деп айтуға? Не екенін білмеймін. Или намыс па, мен білмеймін деп айта алмаймын деген мысалға? Білмеймін, мен қалай айтсам екен, әлі күнге дейін түсіндіре алмаймын. Кейде өзім ойланамын ғой, ештеңкені білмейсің, бірақ деп аласың да, бірақ істеп бересің. Ол жұмыс өтеді сосын. Солай жүріп, мен яғни жоқ деп айта алмай, білем, мен істеймін, мен қосыңыз деп жүріп, мен біраз жалпы self-study болды көбінесе менде. Докторантура өзі self-study, яғни жетекшің болады. Бір ғана семестр сабақ болады, ары қарай тек өзің и жетекшің бірге жұмыс жасайсыңдар. И көп уақыт, тем более пандемия кез болды, онлайн уақыт кезде мен курсера қарадым, кітаптар қарадым, орысша, қазақша. Тақырыбыңыз бойынша, Сіздің тақырыбыңыз қандай болды? Менікі сыни ойлау. Менің любимый тема. Яғни ағылшын тілінде оқытылатын пәндерде студенттердің сыни ойлауын дамыту. Сол тақырып, мен өзім тақырыбымды 1,5 жыл зерттеп, оқып, содан кейін ғана түсініп бастадым. Әлі де зерттеп жүрмін десеңізші. Әлі де зерттеп жүрмін. Өйткені қызық тема ғой. Өйткені қызық тема, сосын ақпарат өте көп. Сол ақпаратпен бірге жүру үшін мен оқып тұрам, видео қарап тұрам, статьяларды бүйтіп қатты оқымасам да бүйтіп
бүйтіп қарап шығамын. Да. Look through. Да, Yeah, өткенде scrolling Лаурамен сөйлесіп жатырмыз ғой, Лаура Аха. тичермен сол Иә, айтады. Қашан бітірем, уже шаршап кеттім дейді. Сол сияқты сізде де сондай ой болған жоқ па? Қашан мен бітірем мынау деп шаршаған жоқсыз ба? Жаңа ғылыми жұмыстардан, оқудан без конца. Менде екінші жылдың бірінші курсты аяқтадым. Пандемия болды, үйде болдық біз. Екінші курсты бастаған кезде біз бір екінші курстың ортасына қарай менде бір не болды, выгорание болды қатты. Өйткені мен өзіме демалыс бермейтінмін. Суббота воскресенье жұмыс жасайтын бір андай бір тынымсыз еңбек ететінмін. Сол пандемия басталды, сол февраль айына дейін менде бір өте сирек демалыппын. Яғни ештеңке істемеген күндерім өте аз болған. Сондай. Еңбекқорсыз да? Бос уақытым болғанда Курсера қарайтын. Курсера ол кезде бір жаңа бір дүние болды маған. И біздің университетте оны тегін берді. Мен 30 курсқа жазылыппын. Сол курстың тек 10-ын ғана аяқтадым. Ол да жақсы. Иә, ол да жақсы. Сондай. Солай болды. То есть выгорание ұстадыңыз, өйткені өзіңізге сіз біріншіден демалыс бермегенсіз, күні түні жұмыс жасағансыз, еңбектенгенсіз, өзіңізге мүлдем жаңағы демалыс бермегендіктен осындай выгорание ұстадыңыз ғой сіз уже. Сондай. Енді ол выгораниеден қалай шықтыңыз? Ол выгораниедан мен бір ай бойы телефонды өшірдім. Total isolation. Телефонды өшірдім. Үйімнен басқа жаққа кетіп қалдым. Тауға кетіп қалдыңыз ба? Жоқ, тау емес. Мен өзім бір неде екінші үйіміз бар еді, сол жерде болдым. Өзіммен өзім қалдым. Солай бір ай, бір жарым айдан кейін жайлап өз-өзіме келе бастадым. И ол келгеннен кейін мен айттым уже, бұндай темппен көп нәрсені жете алмайсың, көп нәрсеге жете алмайсың. Сен шала жұмыс жасайды екенсің деген маған өзіме бір сіз сонда рефлексия жасап тұрсыз ғой, рефлексия келді да, содан кейін мен жасай алмаймын деген сөзді жайлап айтып үйреніп бастадым. Вау. Ол сразу келген жоқ, бір уақыт өте келе жайлап сырып өзіме керек нәрселерді яғни priority жасай бастадым. Приоритет қоя бастадыңыз ғой. Мынау маңыздылық, мынау маңызды емес. Сол кезде мен түсіндім, тек қана диссертация емес, менде ағылшын тілінен пробелдер бар. Ол кезде мен лекция беретінмін. Казгудың магистранттарына лекция беретін, педагогиканы ағылшынша өтетінмін. Лекциямда мен... То есть ол жерде сіз докторантура, еще докторантсыз, еще плюс сіздерде сабақ беруге мүмкіншілік бар, ол жерде? Part-time teacher болып, яғни жарты ставкамен біз не болдық? Оқытушы болдық, бізге лекцияларды берді, ағылшын тіліндегі лекция. Практика күшті ғой бір жағынан. Иә, сондай. Солай мен өзім сезінетінмін, яғни лекцияны мен жүргізе алмаймын. Дұрыс. Енді мүмкін ол сіз өзіңіздің критикаңыз шығар, мүмкін ішіңізде критик шығар. Солай болуы да мүмкін. Сонымен жайлап маған бір ой келді. Мен бір ағылшынды деңгей бойынша, яғни жоғары деңгейлерді оқымаппын деген ой келді. Мен тек сол интермедиат деңгейінен кейін ары қарай жүйелі түрде оқымаппын деп мен мұғалімдер іздей бастадым. Әсел ханымды таптым. Ладно, ол туралы мен туралы кейін сөйлесеміз. Мен қазір сіздің Америкаға барғаныңыз туралы сөйлескім келіп тұр. Ол кезде сіз уже бізде C1-ды аягөз тичерлермен, шолпан тичерлермен, сәуле тичерлермен бірге оқып жүрген едіңіз. Ол туралы кейін сөйлесеміз. Бірақ маған сол кезде сіз Америкаға баратын уақыт келді, иә? Сол Америкадағы уақытыңызды не болғаны, вообще профессордан қандай инсайттар алғаныңыз туралы кішкене айтып берсеңіз бізге. Мен Америкаға барам деп ойлаған жоқпын. Өйткені бізде мен оқып жүргенде пандемия болды да, барлық шетелдік стажировкалар жабылды. Оның алдында мен Чехияға бару керек болған. Бірақ оған да бара алмадым. Сондықтан менде бір романтика болған жоқ Америка туралы. Яғни all of sudden, чисто случайно мен қалай? Жұрттар случайно Америкада топ ете салады да, бұнақта жұрттар армандап. Бізге сентябрь айында айтты, сіздер стажировкаға бармайсыздар деді. Сосын октябрь айында айтты, сендер барасыңдар, бармасыңдар, диплом бермейміз деді. Сосын мен октябрь айында документтерімді жинап бастадым. Ол профессор Чымкентте бір жыл жұмыс істеген. Сол кезде мен ассистенті болғам.
Қалай сол кезде жұмыс істеген негізі ұнаған бе еді ол кісімен? Өте қатты ұнады, яғни Коннект болған бе еді? иә, өте күшті коннекшн болды ол кісімен. Яғни тичинг бойынша да, яғни достық қарым-қатынаста да екеуміз жақсы қарым-қатынас деңгейін орната алдық. И сосын ол Америкасына кетіп жатқанда мен айтқам, мен докторантураға түссем, сен менің жетекшім болшы деп. Мен Америкаға барайыншы деп айтқам, ол сол кезде уәдесін берді маған. Кейін мен почтасына жазғанда маған сразу приглашениесін жіберді, тағы документтерін өзі былай негізі көп тез барлығын жасап берген сол кісі болды. Молодец. Күшті өзде сөзіне тұратын адам екен, иә? Не деген керемет. Ондай адамдар аз ғой қазір. Иә. Толықтай келісем, сосын Америкаға бардым мен. Америкаға бардым, 3 айдай. Жоқ, сіз тоқтарыңыз, Америкаға бара жатқан кезде сезімдеріңіз болды ма? Жаңа жұрттар деген, мен Америкаға жылап, сөйтіп көздерінен сондай бір сезімдер, предвкушениемен солай барады ғой. Сізде сондай болды ма? Сезім. Менде бір армандаған ел, анау кинодан көрген ел деген сияқты сондай бір. Мен жалпы ол жаққа баруым өте ұзаққа созылды. Иә. Виза алуым, сосын мен кешігіп бардым ол жаққа, өйткені елімізде бір ситуациялар болды, содан кейін кешіктім. И менде бір андай не болған жоқ, жаңағыдай романтизация болған жоқ қой. Романтизация болған жоқ, маған ол жерге жету керек болды. Сондай, мен бір жалпы қорқып бардым, 40 сағаттай ұйықтаған жоқпын мен. Самолетте ұшқан кезде ма? Иә. Сондай самолет мен ұйықтаған жоқпын. Не қорқыныш емес шығар, все-таки қобалжу шығар. Қобалжу. Өйткені менің алғаш рет шетелге шығуым. Сондай. И бір өзім, жанымда ешкім жоқ. Сонымен қорқыныш емес, көп қобалжу. Сол қобалжу болды, мне кажется, в большей степени. Енді бірақ қобалжуыңызды жеңіп, Нұртаң мырза Америкада. Қалай? Алғаш Лос-Анджелесте, мен сол Лос-Анджелестің жанында Фуллертон деген қалада, California State University Фуллертон деген, сол университетте стажировкадан өттім, яғни LA-дан бір 30 минуттық жерде. Алғаш аэропорттан түскенде LA маған бір Шымкент сияқты көрінді. Бәрі Шымкент сияқты көрінді. Тура, өткен ауа райы жылы, яғни бір мен небоскреб көремін деп ойладым, бірақ небоскреб көрмедім. Ожидание реальность болды десеңізші. Жалпы ұнады маған, өте қатты ұнады. Сосын университетте мен аптасына 3 рет жолығып отырдым, яғни жетекшіммен диссертация бойынша аптасына 3 рет. Ол кісі маған жалпы көп нәрсені үйретті. Негізі менде сол кезде бустинг сол кезде болды. Ғылым туралы бұрында көп сұрақтарым болатын, ол сұрақтарға жауап ала алмайтынмын. Именно сол 3 айда аптасына 3 рет, еще мен келмесем неғып келмедің деп звондайды ол маған. Аптасына 3 рет 2 сағаттан жұмыс істедік. И сол кезде мен жалпы ғылым деген не, жалпы қалай статья жазу керек, қалай диссертация жазу керек деген сияқты сұрақтардың барлығына жауап ала алдым. И менде уже бір базалық знание қалыптаса бастады. И лекцияларына қатыстым, магистранттармен бірге сабақ оқыдым, 3 рет семинар бердім, өткіздім оларға. Сондай. Вау, супер. Прям күшті реализация болды, не? Білім ғылым жағынан маған өте үлкен септігін тигізді. И маған бір ол не болды? Үлкен бір серпіліс берді. Дамуыңызға тағы да үлес қосты үлкен. Көз қарасымды бір 180 градусқа өзгертіп жіберді, мүлдем өзгеріп. Мен Америкаға барғанға дейін басқа адам болдым. 3 ай сол университетте жүргеннен кейін мүлде басқаша адам болып келдім. Басқаша ойланып келдім. 3 ай бұрынғы Нұртаң қандай еді Америкаға барған? 3 ай бұрынғы Нұртаң ол Америкаға барғанға дейінгі Нұртаң қандай еді? Барғанға дейінгі Нұртаң жалпы не reserved деген сөз бар ғой. Reserved деген. Барлығы ішінде жаңағы ешкіммен онша араласамайды, иә? Ашық емес, может. Ешкіммен reserved болатын. Сдержанный. Өте сдержанный болатын. Сосын өте көп күмән болатын. И мен өзіме сәл сенімсіздеу едім. Сондай. Ол жақта 3 ай жүргеннен кейін ол менде ешқандай ой қалған жоқ. Мен өзіме 100% сеніп келдім. Insecurity жоқ болып кетті ғой. Барлығы дисапия болып кетті, vanish болып кетті. Вау, күшті. Керемет. Енді сол Америкада болған бір қызықты бір история болды ма сіздің есіңізде прям қалып қалған на всю жизнь? Есімде қалып қалған. Или бір қызықты ситуация, или наоборот шоковая ситуация. Шоковая ситуация. Білмеймін енді қалай, қызық бола ма ол, қызық болмай ма? Бізге бәрі қызық, айта беріңіз. Басында мен
автобуспен барам университетке, бір $2 ма төлеймін. Сосын автобусқа кірем, видеоға түсем, сөйтіп бәрі әдемі сияқты. Алғашқы 10 күн бойы. Сосын бір 10 күн өткеннен кейін автобусқа қайттан кірсем, что-то не то автобуста. Бір нәрсе басқаша. Сөйтіп қарасам, кейін бір 20 күн өткеннен кейін маған бір түсінік келді, то что автобусқа ол жақта homeless people. Иә, сондай адамдар көбінесе пайдаланады екен. Сонда мен алғашқы 20 күн бойы оларға мән бермеген ғой. Бәрі әдемі болып көрінген ғой көзіңізге. Бәрі әдемі болып. Homeless people деген жаңағы тұрақты үйлері жоқ, жаңағы бізде орысша бомждар деп айтады, иә енді. Үйсіз адамдар. В основном, яғни сәл тұрмыстық жағдайы төменді и в основном homeless адамдар қолданады екен, бездомный екен. Сосын алғаш барғанымда мен таң алғаным, көшеде адам жоқ. Көшеде адам жоқ. Қайда жүр ба? Жаяу жүретін адам жоқ. Менікі енді шағын қала болды ғой. Тып-тыныш. Таңертең мен ерте тұрып аламын, тып-тыныш. Тек машина жүреді. Сондай. Мен таң алғаным, көшеде адамдардың жаяу жүру деңгейі өте төмен екен. Сосын да, может быть, семіздік жоғары, иә? Иә, сонда барлығы машинамен барғысы келеді, жеткісі келеді баратын жерлеріне. И мен бір 2 аптадан кейін ұялатын болдым көшеде жаяу жүруге. Сондай. Енді не істедіңіз оны? Жаяу жүрдім. Велосипед, можно ондай болған жоқ. Тек жаяу жүрдім. Жаяу жүрдім. Мен Америкадан жалпы бір 10 килодай салмақ тастап келдім. Вау, күшті ғой наоборот. Иә, керемет. Енді көрдіңіз ба, то есть барған кезде бәрі күшті, әдемі көрінеді да, потому что жаңағы эндорфин, жаңағы гормондардың бәрі ұшып тұр. Вау деп жаңағы минустарын байқамағансыз ғой. Кейін бір 10 күннен кейін барып, уже өзіңізге келгеннен кейін бүкіл жаңағы эндорфиннің төмендеп кеткеннен кейін барып жан-жағыңызға қарасаңыз, что такое? Қайда жүрмін мен, кімдердің арасында жүрмін деген ой пайда болған ғой сізде. Интересно, иә. И сосын сіз тағы да айтқаныңыз, сіздің профессорыңыздың әйелі азиатка, иә? Тайвандық. Олар Қытай емес, тайвандық, азиялық. Яғни жалпы үйлеріне шақырды. Яғни ол кісі де 3 мезгіл жалпы тамағын істейді, күйеуіне тамағын салады. Яғни қазақша консервативный отбасы десеңші. Сондай, тура сондай отбасы. Балаларына тек кітап оқытқызады екен. Уақытпен, яғни нені береді? Телефонды береді. В основном мен барғанда жұмыс қалып келген балалар тек кітап оқып отырады. Сондай. То есть біздің ойымыздағы қуып жүрген ондай американдықтарды... Мен тек разумный адамдарды көп көрдім ол жақта. Яғни мақсаты бар, соған жету керек. Сондай. Мынандай ой кеп тұр да менде. Сонда бізде киноларды көрсетеді ғой жаңағы. Неше түрлі ненормальный нәрселер жасап жатқан. Иә, мысалға. Значит, оның барлығы тоже бір дұрыс емес та. Дұрыс емес бір образ қалыптасады да, жаңағы Америкаға барған кезде бізде сондай адамдар деп. На самом деле ол жақта да кәдімгі өзіміз сияқты жаңағы благоразумный, дана, нормальный өмір сүретін адамдар көп. Ол жаңағындай, ол опять же голливудский бір кинолардың бір әсері деп ойлаймын. Жаңағы бор жаққа барған кезде жаңағы бұзылып кетеді деген. Бірақ енді ол ортаға да байланысты, қандай қалаға да барып жатқанға. Нью-Йоркқа барған болса мүмкін ондай жағдай болуы мүмкін. Ол жақтың иісін де білесіз ғой өзіңіз. Менің байқағаным сол болды. Мен инсайтым, вижн солай болды. Сол күшті. Күшті ғой, сіз жақсы жақтарын, ғылыми жағын қарағансыз да енді. Өте керемет. То есть артықшылықтары көп, получается, докторантураға түскеннің артықшылықтары бар, значит, оған түсуге стоит қой, сіздің ойыңызша. Кеңес берем, яғни кәсіби дамуғыларыңыз келсе, яғни алға жылжу керек болатын болса, докторантураға түсу керек. Өйткені үлкен серпіліс береді. Бірақ барлығы өзіңізге байланысты, әр адамның өзіне байланысты. Егер талпынсаңыз, результат болады, талпынбасаңыз, любой ситуацияда результат болмайды. Дұрыс айтасыз. Іс-әрекет керек. Self-study көп керек деп ойлаймын. Енді дұрыс қой, ол ғылыми жұмыс, адам ізденуші, ол өзің іздену керексің. Ешкім уже аузыңа шайнап бермейді. Нан істе, мектеп емес, иә. Сондықтан да бұл жерде жаңағы өзің үйренесің, өзің бәрін қарайсың дегенде, өзіңді өзің дамытасың, өйткені сізге керек ол дәреже дегенде ғой, иә. Сол сияқты, иә, сондықтан да ғой жаңағы біздің қазіргі неде оқып жүрген Бану болсын, Лауралар болсын. Қашан бітіреміз деп уже сөйтіп шаршап жүргендер. Еркежан бар еще, иә. Бәрі күтіп жүр. Қашан бітіреді, Құдай қаласа, иә. Бірақ негізі шынымен де бұл жерде докторантураға дейінгі
жаңа Нұртаң кейінгі Нұртаң деп те айтуға да болады негізі. Көп нәрсе әсер етеді ғой негізі адамның дамуына, тұлға болып қалыптасуына көп нәрселер әсер етеді, иә. Толықтай келісемін. Иә. Түсінікті, күшті, вообще керемет негізі. Сондықтан да дамимын десеңіздер, қалмай докторантураға ертерек түсіп алыңыздар. Оған да қазір ондай прям талаптар жоқ қой қазір, иә. Негізі тек қана IELTS деген 5-5 болу керек. Болды, ол 6,5-8 алып жинаудан қажеті жоқ. Осы Қазақстандағы докторантураға түскіңіз келсе 5-5 аласыз да болды. Иә, одан кейін тағы бір документациясы бар, иә. Мамандық бойынша тест тапсырады, каст тест тапсырады, эссе жазады и интервьюдан өтеді. Сондай бір 4-5 этапы бар. Ал біздің кезімізде ондай болмады. Біз яғни IELTS тапсыратынбыз и екінші этап письменный экзамен. Ол кезде оңайырақ еді, иә. Білмеймін. Қайдам десейші. Оңайдың да қиыны бар, өзінің қиыншылығы бар ғой негізі. Бірақ қазір қиындап кеткен жаңағы нәрселер шығар, кішкене дополнительный қосымша бір нелер бар, иә, тапсырмалар бар. То есть көрдіңіз, сіздің даму жолыңызда бір өте ерекше, қызық, өзіңіз жаңа ізденуіңіздің арқасында негізі осылай жолыңыз сондай бір Америкаға алып барды сізді, одан кейін қайтып келдіңіз, одан кейін сіз бірнеше жұмыстарда жұмыс істедіңіз, иә, есімде. Ақтауда жұмыс істедіңіз, тағы қай жерде жұмыс істедіңіз, Алматыда да жұмыс істедіңіз, бірнеше жерде жұмыс істедіңіз. То есть опытыңыз өте керемет. Мектепте де жұмыс істедіңіз, иә. Part-time teacher болып мектепте. Қазір сосын тағы да бір жерде жұмыс істейсіз ғой сіз. Қазір мен Өзбекәлі Жәнібеков атындағы Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде ағылшын тілінен сабақ беремін. Сосын мен журнал туралы айтпадыңыз ғой? Иә, журналда редактор болып жұмыс жасаймын. Иә, күшті біздің Нұртаң мырза деген. Ассистент эдитор, яғни сондай. Сосын бүкіл мақалалар менің қолымнан өтеді десеңізші, иә? Бәрін көріп отырамын десеңізші, кім жазып жатқан Қазақстан бойынша? Если что, вы знаете, кому обратиться. It's private. It's private. Мы это не говорили. Окей. Алдында проекттер болған, яғни докторантурада оқып жүргенде маған өзі ұсыныс түсті. Жалпы өзім жұмыс істегім келетін сол кісімен. Менің проектіме қосыл деді. Сондай. Сосын мен ойланбастан қосылдым. Алдында Шымкентте әуезов университетінде жұмыс істегенде бір проект жазғанбыз. Сол кезде бір сәл-пәлі бір түсінгенім бар. Сосын проект ол ұтылды. Кәдімгідей жұмыс жасадық, статья шығардық. Осы жақында бір 2 статья шықты. Сол 2021-де жазған 2 статья енді шықты. Сондай. Яғни сол проектіде жұмыс істеп жүріп мен бір foundation алдым. Америкаға барып сол foundation'ды дамыттым. Яғни сенде foundation basic skills болғанда сенде advanced нәрсені үйренгің келіп тұрады. Жоғары деңгей. Яғни бір секіргің келеді. Сонымен Америкаға барғанда менде бір кәдімгідей private tutoring ғой, аптасына 3 рет 2 сағаттан. Яғни Excel-де отырамыз, ол кісі айтып отырады up down деген дейін айтып отырды ғой маған. Сондай. Сонымен жалпы бір түсінік, қалай зерттеймін деген түсінік, жалпы сол проектте жұмыс істегенде, сосын Америкаға барып, яғни кәдімгідей не ғой, индивидуальный обучение сияқты болды. Солай қалыптасты менде. Керемет. Вообще негіз жан-жақты тәжірибеңіз көп болған, даму жолында, прям ғылым жағынан қарасақ та, тұлғалық жағынан да, енді дамуыңыз прям енді өте прям супер десем де болады. Енді сіз докторант, мен есімде 2020-21 жылы сіз докторантураға түскен кезде почему-то біздің жаңағы advanced деңгейге жаңағы general Englishке жазылғыңыз келеді. Неге, не түрткі болды сізге? Және де қалай тауып алдыңыз, маған қалай келдіңіз, сол қызық маған тоже, сіздің жолыңыз қызық. Так, сізді мен негізі көргем алдында, сіз университет жұмыс істегенде, мен сізді бір жұмыс бойынша бір рет көрген екенмін сізді. Сондай, сосын мен сізге басында жазылуға қорқып жүрдім. Неге? Бәрі осылай айтады. Менің студенттерімнің бәрі маған келуге қорқады. Почему-то мен соны сұраймын ғой, неге деп, бәрі айтады, почему-то қорықтық дейді. Неге қорықтыңыз? Білмеймін екен. Мен ойладым, мен қысылатын мұғалім болып ағылшын тілін оқу деген маған бір шейм болатын. Ят болатын. Сізге жазсам, бір ұрыс тастайды. И андай бір неғып жүреді деп, яғни андай түсіріп жібереді деп ойладым. Андермайн жасайды деп ойладым. Сосын жазбадым. Кейін Инстаграмнан сізге подписано болдым. И сіз оқытушылар туралы жазып бастадыңыз. Мен оқытушыларды, teacher learners'тер керек, мен оқыттым, менде бір инсайт болды, оказывается, менің студенттерім 70% teacher learner екен деп. Мен Conversation Club'қа шақырамын дедіңіз. Сөйтіп мен қосылдым ол Conversation Club'қа. Бір қатыстым. Сосын мен
өзімнің жұмыстарым, яғни именно сол кезде менде проект бар, басқа жұмыс бар. Мен ағылшынды шегердім да. Сосын былай шегеріп тастадым. Я үлгере алмай Иә, қалдыңыз. ағылшынша лекциялар өтем, қиналамын. Ойымды дұрыс жеткізе алмаймын. Сосын жаңағы айтқаным, мен бір как положено up intermediate advanced деңгейін 1 жыл болса 1 жыл, 2 жыл болса 2 жыл оқу керек. Сол кезде ғана менде результат болады деп ойладым да, и мен desperate қой ол кезде. Мен айттым, осыдан кейін результат болмаса болды, мен педагогика саласына кетемін дедім. Сосын қатыстым. Басында бір менде сол интермедиаттың ар жақ бер жағымен келдім ғой сізге. Мен емес, айтып жатқан оны. Сондай, бірақ advanced оқимын деп, advancedқа қосыңыз деп сізге. Иә, енді бәрі сөйтіп келеді негізі. Иә, сондай. Сосын advanced группаға қосылдым. Анау Outcomes Advanced деген кітап бар. Сол аптасына 2 рет болады, бірақ дайындық өте көп дайындалады. Өйткені таныс емес сөздер көп. Басында сіз айтасыз бит сөйлеңдер деп, андай қабылдағың келмейді да. Ана нені көріп болғансың. Сопротивление ма? Иә, резистанс бар, сосын ана басқа история успехаларды көргесің ғой. 2 айда 8 алдым IELTS-тан. 2 айда advanced деңгейге жеткіземіз деген. 1 айда advanced деңгей боласын, speakingді 1 айда дамытып береміз дегендерге қатты сеніп, сондай курстарға қатысқаным бар. Сондай сөйтіп басында солай болды, бірақ уақыт өте келе ол курстың маңыздылығын, сіздің методикаңыздың эффективный екенін, яғни доп материалдар өте көп, ешқашан аутентика көп, көбінесе сөздербен жұмыс жасалынады, спикингға мән беріледі, фидбак беріледі, и менің группамда ол кезде мен 4-ші адам болып қосылдым. Ол кезде 3 кім Аягөз болды, Сәуле болды, и кім Шолпан болды. Сондай. Мен басында жарысатынмын олармен. Иә, конечно, енді по-любому. Соның арқасында да адам өседі ғой. Соның арқасында біз 1,5 жылдай оқыдық. Почти 2 жыл болды. Почти 2 жылдай оқыдық. Сосын Аягөзбен жарысыңызды айтыңызшы. Аягөз 300 сөз жаттап келетін айтсаңызшы. Иә, Аягөз постоянно сабаққа дайын. Яғни сөз сұрасам бәріне жауап береді, и бізде ондай не получалось так. Сондай, и солай қатты тырысатын, яғни мықты болуым керек, озуым керек деп, сондай. Жалпы солай болды. И солай жүріп, бір спикингнан флуенсиға жеттік қой. Біз андай сөздер қолданып бастадық қой. Change beyond all recognition, twisting my words деп. Сондай, оларды, яғни андай спокойно отырып, активно, яғни автоматикли қолдануды үйрендік. Оны мен қай кезде байқадым? Мен Америкаға барғанда лекция беріп жатырмын. Маған бәрі қарайды да, и айтады, сен ағылшынды қалай үйрендің дейді. Мен ол кезде ойлаймын, менің ағылшыным төмен, мен әлі көп оқуым керек. Мен андай көп та сондай. Неқта миымда таптаурындар көп. Иә, сондайлар көп. И олар көп адам айтқаннан кейін менде бір жайлап өзіме confidence пайда болды. Кейін мен докторантураны бітіріп, алғаш аудиторияға кіретін кезде менде бір қорқыныш болды. Олар менен күшті білсе не істеймін, қалай сабақты өтеймін дедім да. Сабағыма кірдім, 40 минут сөйлеп шықтым. Вау. Тоқтамай бір нон-стоп сөйледім, сосын уже бүйтіп андай бүйтіп. Яғни студенттердің мен мойындағанын сезініп бастадым, сосын ойладым, осы деңгейді ұстап қалу керек, ары қарай жалғастыру керек деп сіздің тағы бір курсқа жазылдым сізбен бірге. Қандай курс? Есімде жоқ. Outcomes-ты бітірдік, сосын иә. Одан кейін менде жаңа advanced группа болмай қалды. Бұл кісілер бітіріп кетеді өзінің advanced деңгейін. И мен ары қарай C1-ға жаңа объявлять етемін, бірақ тексеру барысында ешкімнің деңгейі C1-ға сәйкес келмейді. Сосын пока Нұртаң мырзаға айтамын, Нұртаң мырза, пока бізде C1 болмай жатыр, өкінішке орай, давайте пока B2-ға жазыла тұрыңызшы деп айтамын ғой. Осыны жасаймын. Біздің B2 C25 болды. Иә, бірақ біздің B2 деген аты ғана болды негізі, иә. Аутентика көп, сөз көп, сондай. Негізі кәдімгідей біздің нені vocabulary capacity көтеріп жіберді сол курс. Fluency'ді көтерді, pronunciation дұрысталды, и андай бір жайлап келе жатырмыз ғой. Жайлап біз, яғни уже даму жолында, басында мысалы алғаш бастағанда мен кітаптың 50% ғана түсінетін, ғылыми кітаптардың. Қазір оқығаннан кейін мен бір 80-90% тез ұғынып аламын. Басында мен отыратын, мен алғаш ағылшын тілінде оқыған кітабымды мен
9 ай оқыппын. Вот видите. Енді ол сөз ғой, сөз білмегеннен кейін де. Сондай. Ал сіздің сол курсқа қатысқаннан кейін менде уже қазір любой кітапты ашам, информацияны тез қабылдап. Вау, күшті. Лекция беремін ғой мен қазір еще. Лекцияға мысалы пятница болатын болса, четверг күні түнгі 12-де бір қарап шығам тез. И келесі күнге мен уже дайынмын. Келемін да тез түсіндіремін. Оның бәрі, яғни сол 4 жылдық еңбектің арқасы. Конечно. Вау, күшті. Прям супер. Бұл деген сөз ол осылай тоқтамай дамып жүре беру керек, тоқтамау керек, то есть бір нәрсемен ғана шектеліп қана қалмау керек, то есть тіл деген нәрсе ол сондай, ол бұлшық ет сияқты да, оны постоянно навык, качать етіп отыру керек, өйткені жаңа бір деңгейді бітірдім деп тоқтап қалсаңыз, келесі жылы сіз ол деңгейде болмай түсіп кетесіз. Сондықтан постоянно прокачка болу керек. Енді Нұртаң мырзаның жолын көріп отырсыздар, қандай әлі тоқтап келе жатқан жоқ. Міне докторантура, магистрантура, Америкасы бар. Одан кейін міне әлі жүр. Өйткені мұғалім болғаннан кейін біз трендте болу үшін міндетті түрде оқып отырмыз. Мен өзім оқимын до сих пор. Бұл кісілер оқиды, ешкім тоқтамайды. Тоқтау мүмкін емес. Тоқтап қалсаң, жаңа тоқтағаның болды, өлгенің ғой бұл жерде. Көп білем деген дымды да білмейді деген сөз бар ғой. Сондықтан да мен еш нәрсе білмеймін деп каждый раз жаңағы курсқа жазылған кезде ақпарақ болып келу керек деп қайта айта беремін. Өйткені шынымен де сол кезде ғана сол ақпаратқа бір нәрсе, жаңа нәрсе түседі. А жаңағы басындағы сіз айтып отырсыз ғой, менде сопротивление болды, қарсылық жоқ, мен өйтпеймін деп. Мен өйтіп айтатын тұғым, дұрыс сөйлемейсіз, толық жауап беру керексіз. Бір нәрсе дейді да, I don't care дейді ғой Нұртаң мырза. Мен мына жерде қалай I don't care'дің астында не жатыр? Түбінде тағы да айтыңыз, тағы да осылай айтып, әйтеуір түртіп отырып. Bizde 2 minute challenge болатын еді. Сол 2 минутқа ешкім басында жете алмайтын еді ғой. Қазір 2 минут емес, одан да асамыз ғой. Это уже показатель. Вау, вообще керемет, супер ғой, сөз жоқ. Сосын тілде андай ғой, тіл бергенде, яғни бір ай үзіліс алсаңыз, яғни бізде январда үзіліс болады, февральда сабақ басталады. Февральда сабақ басталғанда уже бұрынғыдай болмай қалады. Өйткені 1 февраль бойы сөйлеспедім ғой, ешкіммен сабақ бермедім, ағылшынша сөйлеспедім. И жайлап қалыпқа енесің. Қайттан қалыпқа енесің. Тіл үйрену деген сондай екен, былай. Мынандай straight line емес, түзу жол емес, ол деген жаңағы бампи ғой. Біресе түсесің, біресе көтерілесің. Fluctuation. Дұрыс айтасыз. Енді сіз қараңыз қазір, енді сіз мектепте, универде жұмыс жасайсыз, бірнеше жерде жұмыс жасайсыз. Енді өзіңіз сондай керемет кәсіби мамансыз да, тәжірибеңіз өте көп. Студенттеріңіздің махаббаты сізге шексіз. Мен өзім қалай, мысалға менің студенттерім, менің шәкірттерім, мен солардың фанатымын да, мен солардың өскенін қалай, мысалға сөйтіп отырамын да, и сіздің де жаңағы шәкірттеріңіз сізді прям уважает, мен оны көріп отырамын ғой, мысалға. И это прям керемет та. И бірақ енді ол уважение, ол жақсы ғой оның барлығы, бірақ енді все-таки университеттің мысалға жаңағы төлемақысы жетпейді ғой. Жалақысы төлемақы емес, жалақысы екен ғой. Жалақысы жетпейді, сол кезде сіз жаңағы Инстаграмда қазір енді білесіз ғой, ойбай жаңағы 500 мың тауып атырым, 1 миллион, 5 миллион, 100 миллион, 150 миллион тауып атырым деген кезде, бір ана университетті тастап онлайнға кету деген сияқты ойлар туындамай ма сізде? Менде осы былтыр өте көп ой болды, жұмысты ауыстыру туралы, онлайнға кету туралы ой болды, бірақ мен алдында бір конференцияға, семинарға барып қайттым Қызылорда қаласында. Сол кезде менің коллегам бар жанымда, Руслан ағай. Сол Руслан ағай екеуміз көп сөйлестік. Ол кісі айтады маған, сен проект жаз дейді. Яғни университеттің айлығы қатты жоғары емес, бірақ ғылыми проекттер жазып ұтсаң айлығың көбейеді. Университетте, яғни сенде ғылыммен айналыссаң ғана, сенде жақсы жалақы болады. Сондықтан жалпы екі саланы бірге алып жүргім келеді. Менде қазір міндетті түрде мен 3 жыл университет жұмыс істеуім керек. Міндетті түрде отработка менде. Одан кейін мен жайлап жарты ставкада университетте қалып, ары қарай
сіз сияқты бір керемет онлайн тичер болғым келеді. Вау, Сол все равно. үшін мен яғни курстарға жазылып, сізбен бірге тағы жақында тағы курсқа жазылдым. Сізге C1 Advanced, бірақ басқа кітаппен. Иә, Сондай, вау, ол сондай. вообще мощный курс, и группа тоже мощная. Иә, өте мықты группамыз. Иә, нереально енді. Өте IELTS 8. Иә, өте мықты мамандар. Иә. Тесолды бітірген, Америкада бітірген. Кім бар бізде? Кім бар ғой бізде? Ұлдана бар ғой. Ұлдана тичер бар екен. Ұлдана, яғни Америкада Тесолды 1,5 жыл оқып, сонда да, яғни тілін дамытқысы келіп, desperate Teachers. Desperate teachers. Сондай, desperate. кәсіби дамуды қолға алған, дамығысы келетін, бір орында тоқтағысы келмейтін, ортада болғаныма өте қатты қуаныштымын. Өте бәсекелестік жоғары орта. И алдында кейбір кездері болды, яғни андай группада деңгей төмен екенін сезсең, сен де релаксинг болады. Ал сенде өзіңмен бірдей немесе бір саты жоғары адамдарды көргенде, сенде де бір акшн пайда бола бастайды. Ол андай Competition пайда болады, конкуренция. Өзі инстинкт қой сондай. Сен либо бірдей болғың келеді, либо жоғары болғың. Ешқашан төмен болғың келмейді. Сондықтан өте қуаныштымын сіз сияқты маманның барына, менің яғни коллегаларым барына, өзім сияқты дамығысы келетін, үйренгісі келетін, биік белестерден көрінгісі келетін топта жүргеніме, сіздің комьюнитиде жүргеніме blissfully happy. Вау. Рахмет. Бізде сондай қуаныштымыз. То, что сіз біздің топтасыз, вообще бұл комьюнитиде прям контрибьюшн өте күшті жасайсыз, үлесіңіз өте жоғары, поддержканы да өлтіресіз негізі. Сондықтан да бізде қуаныштымыз. Сен ашылып жатқан кезде сразу сізге жаздым ғой. Міне C1 ашылайын деп жатыр. Келіңіз, сіз болу керексіз. Нұртаң мырза сразу қабыл алды. Окей, ок деп сразу енгізіп жібердік. Керемет енді. Сол енді вообще негізі қазіргі таңда тағыдан мынандай тенденция бар ғой. Негізі сіз Инстаграмда енді бақылап отырсыз ғой, көбісін. Тенденция бар. Қандай тенденция бар деп ойлайсыз негізі? Тіл үйренуде ма? Иә, тіл үйренуде, мысалы, қазір сосын мысалға инфо-цыгандар көбейіп кеткен, жаңағы айтып отқанда, иә, мысалға екі айда ағылшын үйрен, жаңағы үйт жібер деген сияқты өте көп қой. Сол туралы негізі фейк курстар көп, иә, өте көп, жаңағы результат жаңағы айтады, осындай үміт береді, осындай результат болады. А на самом деле 2 айдың ішінде ол адам сөйлемейді, ешқандай дағды алмайды дегендей. Сол туралы негізі ойыңыз қандай? Менің ойым жалпы былай ғой, жалпы студенттер, яғни мен студенттермен жұмыс істеймін ғой, ұзақ уақыт еңбектенгісі келмейді. Қазір short term goals'тар көпті. Барлығына тез жетем деп ойлайды. Сондықтан сол курстарға алданып, яғни объявление күш жасалынады. Иә, маркетинг хук қой. Кейде өзің сезім кетесің ғой. Принтермен теңгеме алып жете аламын деген, мен кейде өзім сезім кетемін ба. Өзім сезім кетемін, реклама қалай деп ше. Сондай, не ғой, жалқаулық басым ғой. Ол жалқаулықтан, яғни сондай білім алушылар fall prey to инстаблогерс деп ойлаймын. Яғни бірінші себеп ол адамның өзінің жалқаулығында. Не бар ғой, ғылыми дәлелденген ғой, яғни бір деңгейді толық бітіру үшін сенде 200 сағаттай гайденс болу керек. Яғни сіз бір деңгейді интермедиаттан аппаға өткіңіз келсе, сіз 200 сағат білім алуыңыз керек, и сізде мұғалім болу керек. Сол кезде ғана сіз анау интермедиат деңгейін жаба аласыз, и жаңа деңгейге өтесіз. Сондай өзінің нақты белгіленген сағаттары бар. Бірақ көп адамдар неге көп деп айтады да, неге көп, қалай бұл солай деп ше. Сондай, и мен постоянно айтамын, тілді you are gonna learn this language till your retirement age деп айтамын да. Сондай. Иә, өмірдің соңына дейін үйренесің дейді. Ол өзі сондай мамандық. Бұның өйткені сөз көп, жаңадан еніп жатқан сөздер көп, акценттер бар, сленгтер бар. Көп қой. Иә, оны жете алмайсың түбіне. Сондықтан 500 мыңдай сөз бар екен ағылшын тілінде. Каждый сағат сайын 2 сөзден деді ма? 2 сөзден Кембридж дикшнериге қосылып жатыр деді ғой. Әр дикшнерийда әртүрлі не бар, яғни сөздер саны. Сөздер саны бар, бірақ менің жиі көретінім 500 мың сөз бар екен ағылшын тілінде, яғни енді 500 мың сөзді 500 мыңға жете қойған жоқпыз ау. Мне кажется, жете қойған жоқпыз ау. Сондықтан тіл дегеніміз ол сөздерді білу и сөйлеу ғой.
дұрыс па? Менің өзімнің үйрететінім негізі менде vocabulary oriented сабақта. Мен көп vocabulary берем, көп сөйлетемін. Яғни fluency'ін дамытуға мен көп үлес қосамын. Менде де сөздер таусылмайды. Сондай. Осы жақыннан бастап мен authenticity материал қоса бастадым. Вау, күшті. Қоса бастадым. Emergent language деген Google Doc аштым. Additional vocabulary деген Google Doc аштым. И жайлап мен көріп жатырмын. Эксперимент жасап жатырмын. Мен де сөйтем, мен де өзім шәкірттеріме всегда эксперимент қойып отырам. Не жұмыс істейді, қандай техника жұмыс істейді, келесі жылы мен мына техниканы қолданамын ба, қолданбаймын ба, қалай басқаша қолданамын деп міндетті түрде тәжірибе жасап отырам. Тәжірибе емес, жаңағы эксперимент тәжірибе деп айтам, қазақша. Эксперимент жасап отырам, и мои подопытные кролики деп сөйтіп отырам. Өйткені солай адам жаңағы идеальный емес, хотя бы жаңағы эффективностін көтеруге, более-менее ағылшынды дұрыс үйренуге әкелетін бір методиканы, бір техниканы, бір стильді тауып алуға бізге көмектеседі да негізі. Негізі осындай дамушы орта негізі көп нәрсе береді, Сізге не берді осы сіздің дамушы ортаңыз? Дамушы ортам менің көзқарасым өзгерді. Бірінші көзқарас сенімділік берді маған. Сосын, яғни мен өзімді бәсекеге қабілетті мұғалім ретінде қазір санаймын. Яғни менде не жоқ? Undermined self-confidence жоқ. Менде confidence пен бәрі окей. Өйткені мен өзім сияқты ұстаздарды көрдім. Бірдей деңгейдегі ұстаздарды көрдім. Менен де жоғары ұстаздар бар. Соларды көріп, everything is possible деп өзіме айтам постоянно. Бір философияда бір естіп қалғаным бар. Количество ведет к качеству деп. Сондай мүмкін бір қазір олардың мүмкін уақытысы жоқ шығар, самообразованиемен айналысуға, бірақ уақыт келе студенттердің, оқушылардың көп информацияны, ақпаратты білуіне байланысты, яғни өздеріне ой келеді да, мына студент менімен бірдей деңгейде немесе менен күшті деген. Ағылшын тілінде сол ғана. Сен студенттен бір саты жоғары тұру керексің. Олар сондай студенттерді көрген кезде қысылып бастайды. Anxiety пайда болады, depression пайда болады. Потому что олар бере алмайды ғой. Сен студентті тыңдап тұру үшін сен бір нәрсе беру керексің. Олар алған кезде ғана саған сенің принциптеріңе, approachтеріңе following болады да, subscribe болады. Только сен бір нәрсе берген кезде ғана. Ол беру, ол грамматиканы түзілеу, немесе жаңа сөз, немесе әркімнің фишкасы әрқалай ғой. Сол сияқты сен бір олардан жоғары деңгейде болып, оларға бетіп тартылатын дәрежеде болуың керек. Шамшырақ бол дейсіз ғой. Сондай. Сол кезде ғана бір процесс жүреді деп ойлаймын. Күшті. Потому что мен алғаш ағылшын тілін бастаған кезде менде ондай болған жоқ. Менде опытпен келді, мен көп таяқ жедім, көп қызардым. Неге өспейді деп көп жындандым. Мен андай болатында оқып жатырмын, неғып дамымайды мынау. Неғып дамымайды, неге процесс жоқ деп па? Неге даму жоқ, неге мен тұрып қалдым, неге мыналар мені тыңдағысы келмей жатыр деген сияқты менде көп ойлар болды. Содан кейін бір күні жаңа айттым ғой сізге, ағылшынды оқу керек деген ой келді. И сол күннен бастап тоқтаған жоқпын. И қазір бір ай, 2 ай үзіліс жасасам, мен сразу қайтып келемін, потому что 1-2 айда мен көп нәрсені ұмытып қаламын. Менде сондай қорқыныш бар, ұмытып қалам, мені ешкім тыңдамай қояды. Мен андай bogus teacher, mediocre teacher болып кетем деген сондай менде бір қорқыныш бар да. Сол үшін андай осы қазіргі деңгейіме потокта болуға тырысамын десеңші. Сондай болуға тырысам, и көп жұмыс істеу керек екенін өзім түсінем. Сондықтан не ғой, жармасып әйтеуір еңбектеніп солай тілде сол ғана жүреді. Яғни сен постоянно әрдайым оқу керексің, кино көру керексің, спикинг клабтарға қатысу керексің, сөйлеу керексің. Ол өзі сондай деген, ол өзі сондай, и мен соны түсіндім да. И менде бір не сияқты ғой, бұл хобби емес, бұл уже андай ғой, не? Челлендж па? Челлендж емес, бұл стиль. Образ жизни. Образ жизни, Анау, мысалы, не бар ғой, бодибилдерлер бар ғой. Тек джимда жүреді. Ағылшын тілін үйрену аптасына 1 рет, 2 рет. Ол менің, яғни ол образ жизни. Вау, то есть получается ағылшын тілін үйрену өмір бойы даму, тіліңді дамыту, кәсіби даму, бұл стиль
өмірдің бір стилі, бір өмірдің стилі болу керек қой. Иә. Сол кезде ғана бір Даму болады. tangible results болады. Менің кейсімде солай болды. Менің кейсімде солай болса, сіздердің кейстеріңізде де солай дұрыс болады. айтады. Сосын тағы да бір керемет бір сөз бар. A comfort zone is a beautiful place. дейді да. But never ever something grows there. Ешнәрсе өспейді ол жерде. Иә, сондықтан да комфортный зона ол әдемі жер. Бірақ ол жерде ешнәрсе өспейді. Иә, сол нәрсені бір жаңа есте сақтау керек сияқты. Сондықтан да біздің айтарымыз, енді мен өзімнің атымнан айтатын болсам, всегда дамып отырыңыздар, курстарға жазылыңыздар, деңгейлеріңізді көтеріңіздер. Сонда ғана сіздерде жаңағы confidence, жаңағы уверенность, өздеріңізге сенімділік пайда болады. Сенімділік бар жерде уже табыс та көбейеді. Бұл өте маңызды нәрсе. Нұртаң мырза, енді айтарыңыз бар ма? Соңына таяп қалдық. Подкастта айта беретін әңгімеміз көп сияқты. Бір айтарыңыз, өзіңіздің бір месседжіңіз бар ма? Қаншама студенттеріңіз қарауы мүмкін, қазір әріптестеріңіз қарап отыруы мүмкін. Тағы да бір қосам деген бір өзіңіздің бір инсайттарыңыз, ойларыңыз, месседжіңіз. Тіл үйренуге байланысты, тіл үйрену ол анау importance of small steps. Тіл үйренгенде small stepстер көп болады, бірақ бір күні вау эффект болады. Ол күні қай кезде болатынын білмеймін, бірақ болады. Бір 2 жыл үйренгеннен кейін, 3 жыл үйренгеннен кейін сіз жаңа вайбты сезініп бастайсыз, мен сөйлей аламын деген. Яғни сіздерге не тілеймін? Being resilient, being strong. Яғни сізде мақсат болса, сол мақсатқа жету керек, жарты жолдан тастамау керек. Әріптестеріме кәсіби даму тілеймін. Яғни егер сіздер тіл үйренгілеріңіз келсе, ағылшын тілін үйренгіңіз келсе, дамығыңыз келсе, бізде өте мықты мамандар көп. Әсел ханым бар, Қазақстандағы ең атақты беделді мамандардың бірі. Ой, рахмет. Курсына жазылсаңыз болады. Көп рахмет, сеніңізге рахмет. Сіздің кәсіби дамуыңызды маған тапсырғаныңызға прям өзім өте қуаныштымын, шынымды айтсам, прям өзім горжусь сізбен. Сіздің дамығаныңызбен, сіздің осылай күшті өсіп кеткеніңізді мен жүрегіммен қалағам сіз келген кезде. Әлі де сіз сол жолдасыз. Енді бұйыртса, Құдай қаласа, одан да сіздің де онлайнға шыққаныңызды, онлайн сіздің беретініңіз өте көп. Мен сіздің қандай мықты маман екеніңізді, қазір сіз өзіңізді мақтай алмай отырсыз. Маған мақтама деп айтып қойды ана жақта. Бірақ негізі шынымен де берері өте көп. Ғылыми жағынан да көмектесе алады, өте көп. Үлкен проектілер дайындап отырып бұйыртса, соған енді Құдай қаласа келеміз деген ойдамын. Бұйыртса. И жаңағы бізде рубрика бар тағы да, сол біздің оқырмандарымызға сіз өзіңіз оқу керек деген 3 кітап, 3 кино айтсаңыз. 3 кітап. Мен негізі алғаш оқыған кітабым ол Жабайы алма деген кітап, Сайын Мұратбековтың кітабы. Неге оқығанын білмеймін, бірақ сол кітап есімде қалыпты. Оны мен мектеп кезінде оқығам. Екінші кітабым бакалавр оқып жүргенде, біз бакалавр оқығанда интернет андай мейнстрим болмаған еді. Ол кезде әлі 2G дегендер. Одиночество сети деген кітап оқығам. Ол яғни сол интернет арқылы танысып, бір-біріне ғашық болған 2 адам туралы өмірбаяны. Романтика. Сосын 3-ші кітап, яғни мені көп ойлануға мәжбүрлеген, жол сілтеген, ол Introduction to Critical Thinking, Даяна Халперн деген кітап. Жаңа 9 ай оқыдым деген кітап, сол кітап. Соны айта аламын. Сосын кинолардан мен мәнді мағыналы бір инсайт сыйлайтын. Кинолардан мен кеңес беремін. Мен негізі сериал жақсы көремін. Давайте сериал. Сериал жақсы көремін. Мен есімде ағылшынша. Тек ағылшынша көремін. Егер сізде, яғни casual speech дамытқыңыз келсе, анау сериал бар еді, есіме шығып кетті. Stranger Things. Әсел Темірдің жақсы көретін. Stranger Things'ті көрсеңіз болады. Егер сізге более исторический, академик, political сөздер керек болса, Игра престолов. Сосын менің сүйікті фильмім ол Матрица. Сол Матрицаны көрсеңіздер болады. Өйткені Матрицада, яғни жаңағы қайтпас қайсарлық туралы, өмірлік философия туралы өте, яғни инсайттары көп фильм.
Вау, сондай. күшті. Осыны Рахмет айтамын. сізге. Сізге де рахмет, шақырғаныңызға Иә, рахмет. келгеніңізге рахмет. Осындай өзіңіздің өміріңізбен, тәжірибеңізбен бөлісіп, даму жолыңызбен бөліскеніңізге өте қуаныштымын. Тыңдармандарға да өте қызықты болды деген үміттемін. Міндетті түрде, егер де осы подкастымыз ұнаса, жазылып қойыңыздар каналға, лайк басып, пікірге міндетті түрде өздеріңіздің инсайттарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені Нұртаң мырза сізге өте керемет сыйлық дайындап қойды. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Сау болыңыздар.